Уақыт өте келе сыну, холестериннің өсуі байқалуы мүмкін. Жеңіл тілмен айтқанда, ағза энергияны үнемдеуге көшеді, ал адам осы өзгерісті күнделікті өмірінде сезе бастайды. Диагностика. Қалқанша безіне қатысты мәселе шыққанда, ең алдымен дұрыс тексеруден өту маңызды. Дәрігер әдетте УЗИ қарап, қаннан бас миының бұйрық гормонын және қалқанша без шығаратын негізгі 2 гормонды өлшейді. Анализді таңертең аш қарынға асықпай тапсырған дұрыс, сонда нәтиже нақты шығады. Емдеу. Ем жағдайға байланысты тағайындалады. Йод жетіспесе, йодталған тұз, теңіз балығы, теңіз өнімдері. Гипертиреозда жүйкенің жүктемесін азайту, серуендеу, дұрыс ұйқы, валериана, мелиса сияқты табиғи тыныштандырғыштар. Гипотиреозда дәрігер гормон таблеткаларын береді. Көп адам қорқады, бірақ олар ағзаға қажет мөлшерді ғана толықтырады. Сонымен бірге